Tuber Kanat maksilari şunqurun degan kaburgalar. ag'ay. Ha? Tuber maksilari deganmi? Tuber maksilari degan ol жоғары жақтың төбегі. Жазында канаттаңда шұңқыр фосфа птеригопалатин, оның артқы қабырғасын түзеді. Жаңа процесс птеригоидтің негізі. Процесс птеригоидтің негізі. Енді жаңа айттық қой біз негізі. Үлкен қанаттың бізде бар беті бар дедік, фасциус максилярис. Ол да үлес қосады. Негізі толық жасақ, негізі жаңағы процесс птеригоидтің негізі және де үлкен қанаттың фасциус максилярисі. Өйткені сол фасциус максиляристі сол жерде болады форамин ротондум сол жерден шығады екен. Қысқасы, артқы қабырғасын түзеді. Процесс қанат тәрізді өсінінің негізі және де үлкен қанаттың жаңағы жоғарғы жақ беті. Сол жерде ашылады жаңағы форамин ротондум. Енді алдыңғы қабырғасын түзеді тубер максила дейді. Тубер максила ол енді негізі сол тубер максила орналасады неде? Тубер максила орналасады фасциус инфратемпоралисте, ос максиланың. Мына ос максила, дұрыс па? Мысалы, бір төртінші беті, жоғары жақта 4 беті бар. Соның бір беті фасциус инфратемпоралис. Сол фасциус инфратемпоралисте бар тубер максила. Сендерге қысқа түрде жазыпты тубер максила деп. Тубер максила орналасады фасциус инфратемпоралисте. Түсіндір ме? Мына фасциус инфратемпоралис. Алдыңғы қабырғасы сізде жазды тубер максила бола берсін да, но шақшада қойыңдар, ол фасциус инфраорбиталис ос максила деп қойыңдар. Түсіндір ме? Содан кейін қай қабырғасы? Медиальный қабырғасы бар, дұрыс па? Медиальный қабырғасын не түседі? Ламина перпендикулярис, постпалятина. Ол немене? Міне, мына жер. Көрсеңіздер, міне. Мынау бізде осы міне. Осы міне. Ламина перпендикулярис ос палятина. Мынау ос палятина. Көрдің міне? Мынау оның горизонтальный табақшасы, мынау оның перпендикулярный табақшасы. Сол перпендикулярный табақшада қалай көрсетсем? Бұлай да. Осы табақша. Мынау ішкі беті да, анау сыртқы беті. Дұрыс па? Мынау ішкі беті, ар жағы сыртқы беті болып тұрады. Мен сіздерге көрсетіп, ішкі бетін көрсетіп отырмын. Ар жағында, дұрыс па? Ар жағында. Шұңқыр где-то осы аймақта орналасты. Шұңқыр осы аймақта. Так, сосын жазыңдар, латеральный қабырғасы жоқ, өйткені ол байланысады жаңағы біздің фиссура птериго максилярис арқылы жаңағы байланысады осы фосфа инфратемпоралиспен. Дұрыс па? Самояз шұңқырмен байланысады. Сондықтан латеральный қабырғасы жоқ дейміз де. Өйткені ол жерде саңылап отыр, фиссура, щель, фиссура болғаннан ба? птериго максилярис. Осы жаңағы көрсеткен жаңағы осы саңылау. Латеральный қабырғасы жоқ. Так, сосын жаңағы біздің төменгі қабырғасы не болды? Төменгі қабырғасы бізде жоқ қой да? И ол байланысады немен? Төменгі қабырғасы ол неге? Каналис палятинус майерға айналып кетеді. Каналис палятинус майер. Ол жаңағы байланыстардың бірінші байланыс болсын да бізде. Каналис палятинус майер арқылы біз байланысамыз ауыз қуысымен. Сол каналис палятинус майер қалай түзіледі? Жаңа біз айттық қой да?
Каналис палатинус қалай бізде түзіледі? Каналис палатинус қалай бізде түзіледі? Ауыз қуысы мен таңдай сүйегімен. Иә, ол получается жаңағы бізде меншікті таңдай сүйегінде болады, сулькус палатинус болады, дұрыс па? И дәп сондай сулькус не птеригоидус болады, неде? Сынасүйектің қанат тәрізді өсіндерінің алдыңғы бетінде. Вот солай бізде пайда болды каналис палатинус майер. Суреттен тауып берейінші. Каналис палатинус майер. Міне. Көрдің бе, мына жерде міне, алдыңғы көрініс қой міне. Мына жерде екі табақшаның арасында сулькус бар. Міне. Осы сулькустардың алдында орналасады жаңағы не таңдай сүйектің меншікті кішкентай меншікті таңдай сүйектің жаңағы перпендикуляр табақшасы. Дұрыс па? Сол осы екеуінің арасында Сәл бүйтіп көтеріңізші. каналис палатинус майер. Сурет. Не деп жатсыңдар? Сол байланысты анықтап жатыр, өткенде айтқан байланысты. Каналис палатинус майер арқылы біз байланысамыз немен? Ауыз қуысының ауыз қуысымен байланысамыз. Мынау форамин палатинус майер. Мына жерде. Каналис палатинус майер, минер бар, мына жерде екеу бар. Мынау минер, а оның алдында майер бар. Бізге керек майер, дұрыс па? Именно майер, потому что қанат таңдай шұңқыры сүйірленеді, суживается да, и айналып кетеді каналис палатинус майерға. Сосын біз айттық, артқы қабырғасында біз айттық, артқы қабырғасы қалай түзіледі? Артқы қабырғасында бізде жаңағы не болады? Артқы қабырғасында бізде болады. Фейсис максилярис пен тубер. Фейсис максилярис. Артқы қабырғасында. Сол жерде біз айттық, үлкен қанатта бізде болады форамин ротундум, дұрыс па? Сол ротундум арқылы біз байланысамыз. Байланыс болады немен? Міне ротундум да, міне осы ротундум. Ротундум арқылы біз байланысамыз. Мидың ортаңғы шұңқырымен бе? Ми сауытының ішкі беттегі ортаңғы шұңқырмен, фосса кранимедиямен байланысамыз. Келесі байланыс. Сфена палатина, да? Сфена палатина. Форамин сфена палатина бар, дұрыс па? Тесік бар бізде. Форамин сфена палатина. Жаңа кім еді? Біз Ердәулет пе? Суретінде көрсетші жаңағы. Ердәулет. Мәсіне мен өсін. Таңдай сүйектің. Таңдай? Қыз. Ердәулет қайды бізде? Көрсетейін деп жатыр, ағайқа дайындап жатыр. Қыз таппайдың теңден соң. Ердәулет. Еще. Көрсетіңіз. Ой, көрсетің. Міне, қара, осапты, міне, қараңыз, міне, жақында. Міне, осы, міне. Осы, міне, көрдіңдер, міне. Қанат, таңдай сүйектің, меншік таңдай сүйектің екі табақшасы бар. Мынау горизонтальный, мынау перпендикуляр. Сол перпендикуляр табақшасында бар не ойық бар. Инцизура сфена палатина. Көрдіңдер ме? Инцизура сфена палатина. Иткол екі өсіндінің арасында. Мынау процессус сфеноидалис, да? Мынау біреу орбиталис. Мынау сфеноидалис, мынау орбиталис. И сол мынаның үстінде отырады сынасүйектің денесі, дұрыс па? И сонда мына жерде тесік болады. Осы тесік арқылы біз сырттан ішке кірген кезде біз бірақ түсеміз мұрын қуысына. Міне. Осы. Мынау қазір ойық қой да, үстінде сынасүйектің денесі отырады. Мынау екі ойық қой да. То есть екеуінің арасында кетік қой да, екеуінің арасында. Екі өсінді мынау процессус, көш арасында бар жатқан процессус орбиталис, мынау процессус сфеноидалис.
Еміне сүйек отырады, Екеуінің денесіне арасында инцизура пайда болады, тесік пайда болады. сфенопалатина. Форамин палатина. Сол форамин палатина біз сырттан да, жаңағы қанат таңдай шұңқырынан сырттан ішке қарай бағыттаймыз, енді горизонталь жазықта и түсеміз мұрын қуысына деп белгілеп қойыңдар. Алып кете бер, рахмет. Түсіндір ме? Иә. Так. Сфенопалатина. Форамин палатина арқылы біз байланысамыз мұрын қуысымен. Мұрын қуысымен байланысамыз, байланыс мұрын қуысымен. Енді көз шарасымен байланысамыз не арқылы? Көз шарасымен. Не арқылы байланысамыз? Фиссура инфраорбиталис. Инфраорбиталис. Міне. Fissura orbital inferior muspani. Фиссура инфраорбиталис арқылы, да? Фиссура инфраорбиталис. Так. Ажипторда көрініп тұр фиссурамыз. Не да міне? Осы фиссура инфраорбиталис. Қанат таңдай шұңқыры байланысады көз шарасымен. Фиссура инфраорбиталис. Фиссура инфраорбиталис. Осыдан төменгі немен. Фиссура инфраорбиталис. Сол қандай байланыс болды бізде? Каналис птеригоидеус. Каналис птеригоидеус. Каналис Птеригоидеус. мажор. Міне, сына, Негізімен байланыс. Негізімен. мына міне біздің процесс птеригоидеус тұр, да, міне мыналар, міне, процесс птеригоидеус. Соның негізінде бір канал. Канал бар. Сол канал арқылы біз шығамыз, міне, ми сауытының негізіне шығамыз, сыртқы бетін, мына жыртық тесіктің аймағына. Мына бізде жыртық тесік. Мына жыртық тесік. Міне где-то осы жерде канал, да, көне канал мына жерде міне. Ол получается канал, міне, мына жақтан да былай қарай барады, дұрыс па? Мына жақтан былай қарай барады. Алдан артқа қарай бағытта. И сосын немене, бесеу бітті бізде? Көз шарасымен, ауыз қуысымен, мұрын қуысымен, мұрын қуысы, ауыз қуысы, Ми сауытының ортаңғы шұңқыр. ми тауысының ортаңғы шұңқырымен, фоссокраний медиамен, и мидың негізімен. Мидың негізімен. Алтыншысы да біз айтамыз да байланыс бар деп айттық да. Самай асты шұңқырымен. Енді алтыншы байланыс ол жаңағы фиссура птериго максиляс арқылы. Енді қараңдар, қанат жаңағы самай асты Жақ шұңқыры. сүйегімен байланыс па, типа ағай? Максиларис дейтін жоғары жақ сүйегімен байланыс па? Оны қайтамыз жазып. Мынау не саңғылау орналасады жоғары жақ сүйекпен, мына қанаттар өсін сондықтан фиссура птериго максиляс арқылы біз не байланыс самай асты шұңқырымен. Өзімізге ғана, жа. Енді логично, дұрыс па? Біз айттық, латеральный қабырғасы жоқ, латеральный қабырғасында мына саңғылау бар дейміз. Сол саңғылау бізде апарат бізді қайда? Самай асты шұңқырына. Енді анықтайық, самай асты шұңқыры жазыңдар. Фосса инфратемпоралис, оның қабырғалары. Фосса инфратемпоралис, оның қабырғалары. Фосса инфратемпоралис, оның қабырғалары. Фосса инфратемпоралис, оның қабырғалары. Алдыңғы қабырғасын біз білеміз. Оны түзеді жоғарғы жақтың тубер максила деп жазады. Но біз шақшаға бізде жазамыз. Фацес инфратемпоралис ос максила. Төмпе ол шошайып тұрған жер, бірақ жер, дұрыс па? Қанат таңдай шұңқырын айттық қой, біз алдыңғы қабырғасын түзеді тубер максила деп. И шақша қалдық. Фацес инфратемпоралис ос максила.
Процесс. Міне. Мынау да, міне, мынау, міне, бәрі міне. Осы міне. Процесс инфратемпоралис. И сонда тубер макселе бар. Түсіндір ме? Иә. Тубер томпа ғой. Төмпешік. Жоқ, төмпек. Төмпешік ол туберкулем. А тубер ол үлкен. Деген төмпешік. Төмпе, яғай, дұрыс, төмпе. Туберкулез шықты, бізде туберкулез деген сөз шықты. Майда Иә. төмпешіктер. А мынау тубер, үлкен тубер. Так. Алдың қабырғасын анықтадық, сосын не істейміз? Қандай қабырға? Жоғары қабырғасы. Жоғары қабырға түзет міне бізде. Міне. Үлкен қанаттың фациус инфратемпоралис. Жоғары жақтың да беті инфратемпоралис, мынаның да беті инфратемпоралис. Үлкен қанаттың самай асты беті. Фациус инфратемпоралис. Темпералис. Фациус инфратемпоралис. Көрдіңдер ме? Міне, мына жер міне. Осы ғой үлкен қанат бізде. Мынау бәрі саусақпен жауып, мынау үлкен қанаттың сыртқы беті. Жалпы оны фациус темпоралис дейді. Біз айттық, мына крест арқылы біз оны бөліп тастадық екіге. И мына беті фациус инфратемпоралис болды. Өйткені ол осы фациус инфратемпоралистің түзеді жоғарғы қабырғасын. Енді қараңыз, енді медиальный қабырғасын не түседі? Медиальный қабырғасын. Медиальный қабырғасы түседі мынау. Қанат тәрізді өсіндінің латеральный табақшасы. Аханова жазып жатқан жоқсың ба? Аханова, үлгеріп жатсың ба? Жасайын ағай. Енді медиальный қабырғасын түзеді. Қанатсына сүйектің қанат тәрізді өсіндінің латеральный табақшасы. Ламина латералис, процессус птеригоидус, ос сфеноидалис. Ос сфеноидали, міне. Түсіндір ме мынау? Енді екі табақшасы бар ғой. Медиальный табақшасы ма? Медиальный табақшасы, латеральный табақшасы. Сонымен, осы самаясы шұңқырының несі жоқ, да? Самаясы шұңқырының несі жоқ. Алдыңғы қабырғасы тубер максиле. Оның жоғарғы алдыңғы медиальный қабырғасы бар, латеральный қабырғасы жоқ. Жоғары қабырғасы жоқ. Дұрыс па? Жоғары ол байланысады, немен байланысады деп ойлайсыңдар? Самай шұңқырымен. Фациус